Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін жасанды интеллект көмегімен телефонда қымжы жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші интернеттен Roget деген приложение керек. Осыны ашып аламыз Google'дан. Және бұл өте тиімді әдістердің бірі болып табылады. Сіз мұғалімге арналған нұсқасын жанында тұрған батырманы басып қазақ тіліне аударып аласыз. Сізге түсінікті болады сол кезде. Қазақ тілін ашып алғаннан кейін мұғалімдер үшін деген батырманы басамыз. Одан соң өзіңіздің данныйларыңызды енгізесіз. Атыңызды, электронный поштаны, құпия сөзіңізді. Құпия сөз бұл жерде өзі генератор арқылы беріледі. Поштаңыздың негізгісін жазу ғана керек. Одан соң бізде сразу шығады қымжы генераторы деп. Осы генераторға басасыз. Басқаннан кейін пәніңіз, пән бізде әртүрлі барлық пәндер бар. Қазақ тіліндегі осы пәндердің кез келгенін таңдап, тақырыбын жазасыз. Әдебиеттен де, қазақ тілінен де, қандай пән болса да, қымжының барлығын өте жақсы жасап береді. Мақсаттарыңызды жазсаңыз болады. Сол арқылы даныларын енгізесіз, класты да жазасыз, себебі бұл қымжының күрделілігін және қарапайымдылығын айқындау үшін қажет. Немесе тағы да біреуін көрсетіп жатырмын. Мына жерде қазақ тілінде таңдауға болады. Морфология деген сияқты тақырыпты алып, өзіңізге ыңғайлы етіп мақсатыңызды жазып аласыз. Бұл бізге өте тиімді, біздің мақсатты айқындау үшін қажет. Яғни оқу барысында біз ескеретін жайттарды көмектеседі. Осылай жазып аламыз. Яғни тіл білімі салаларына жүйелі топтастыру қажет маған, тағы қандай нәрселер керек, соның барлығын жазып аласыз. Классыңызды жазасыз, ұзақ ойланбайды, жіберіп қоясыздар. Және де бізде бірінші көмекші де бұл платный нұсқасы, оны баспаймыз. Екінші көмекші сәл айналғанда осындай дайын қымжыны шығарып беретін болады. Осы дайын қымжыны өзіңіз тексеріп аласыз, оған өзгерістер енгізуге де болады. Төбеде тұрған бірінші тақырыпта морфология деп тұрғанда дайыны, мысалы ресурстағы сілтемелерге сіз интернеттен ресурс сілтеме ала аласыз. Ал екінші морфология дегенге өзіңіз қосқыңыз келетін, өзгерткіңіз келетін жердің барлығын өзгерте аласыз. Тіптен оңай приложение. Осы жасанды интеллектті үнемі қолданып жүріңіздер.